Бүгінгі өрнетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады. Тыншылық, тыңайтқыш, тын, тын, үркекерек, абақты, түбегей, каймығу. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Шпионаж, удобрение, подслушивание, бодрый, свежий, самонадеянный, крутой, тюрьма, основной, коренной, трусить. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын, күтіп тұрыңыз. Лингвистикалық ерекшелік. Тыншылық және тыңайтқыш. Бұл екі сөз түрбелес көрінеді, бірақ олардың мағынасы әбден басқа. Қазақ тілінің сөздігі бойынша тын сөзінің екі мағынасы бар. Тын тыншылықта, тыңдау немесе есту сөздердің синонимі. Тын тыңайтқышта, балғын, жас, күшті деген сөздерге ұқсайтын. Бір сөз, екі мағына. Бірақ лингвистикадан басқа жағынан алғанда, бұл екі сөздердің арасындағы байланысы бар екендігін болып табылады. Өнеркәсіптік тыншылық деген агро саласында кеңінен тараған екен. Бәсекелес компаниялар немесе елдер бір-бірінен агро саласының құпиялары орып жүр. Тыңайтқыш та өнеркәсіптік тыншылығының қызығатын нәрсе. Біреу тыншы Джеймс Бонд ұқсайтын үркекерек ер адам деп ойлап жүр. Бұл міндеті емес. Компания қызметшілер тыншыға айнала алады. Олардың түбегей ынтасы бұл ақша. Басқалардың шетел тыншыларының ынтасы бұл елдерінің намысы. Осындай мақсат үшін олар абақтыға баруға дайын. Абақтағы мерзім оларды тоқтата алмайды. Олар қолып кетуден қаймықпайды. Особенности лингвистики. Тыншылық и тыңайтқыш. В переводе это шпионаж и удобрение соответственно. Эти два слова в казахском языке кажутся однокоренными. Однако их значение совершенно разное. По словарю казахского языка слово «тын» имеет два значения. В слове «тыншылық» – шпионаж. «Тын» является синонимом слов «тыңдау» – слушать или есту слышать. В слове «тыңайтқыш» – удобрение. «Тын» близок по смыслу к таким словам, как балғын – свежий, жас – молодой, күшті – сильный. Одно слово, два значения. Однако, если взглянуть с другой стороны, помимо лингвистики, между этими двумя словами существует связь. Оказывается, промышленный шпионаж широко распространен в аграрной сфере. Конкурирующие компании или страны воруют друг у друга секреты агросферы. Удобрения тыңайтқыш также являются объектом интереса промышленного шпионажа тыншылық. Кто-то думает, что шпион – это похожий на Джеймса Бонда крутой мужик. Это не обязательно. Сотрудники компаний могут становиться шпионами. Их основной стимул – деньги. У других, у иностранных шпионов, стимул – честь своей страны. Ради такой цели они готовы пойти в тюрьму. Срок в тюрьме их не останавливает. Они не боятся преследований.